Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен құрамында қызылша, жұмыртқа, жүгері және картофель пай қосылған дәмді салаттың рецептінен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттар описаниеда жазылған. Ең алдымен картофелімізді жуып алып, кіші теркадан өткізіп, тағы 5-6 рет салқын суда шайып, крахмалын кетіріп, салфетканың үстіне кептіріп қоямыз. Одан кейін қызылшамызды 2 бөлікке бөлдім. Одан кейін одан кіші бөліктерге бөліп, оларды ірілеу соломка ретінде турап алдым. Бірақ сіз өз қалауыңыз бойынша одан да кішкентай етіп турасаңыз болады, немесе дәл видеодағыдай етіп турасаңыз да болады. Барлығы өз қалауыңыз бойынша. Кейін піскен жұмыртқамызды 2 бөлікке бөліп, оларды одан кіші бөліктерге бөлдім. Жұмыртқаны өте қатты майдалаудың қажеті жоқ. Себебі салаттың ішінде мыжылып қалуы мүмкін. Одан кейін жүгері қосамыз. Одан кейін кеуіп тұрған картофель пайымызды қызып тұрған майда қызартып, қуырып аламыз. Май кету үшін салфетканың үстіне түсіреміз. Одан кейін 1/4 бөлігін алып қалып, қалған картофель пайды салатқа қосамыз. Оның үстіне дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, майонез саламыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салатты жасағанда дастарханға қонақтарыңыз жайғасып жатқанда картофель пайыңызды қосып, содан кейін араластырсаңыз, өте күшті болып шығады. Қытырлақ картофель паймен бұл салаттың дәмі ерекше болады. Міне дайын болған салатымызды осылай ыдыстарға салып, үстіне бағана қалдырған картофель пайымызды сеуіп қоямыз. Осындай әп-әдемі сүйкімді салат шығады. Дастарханның сәнін келтіреді. Ас болсын!